Хасан Басри рахимахулла білесіздер, өте ұлы табиғин. Сол кісі қызметшісі екеуі бір күн ораза ұстаған ғой. Екеуі ораза ұстаса, кешкісін шамна жаңағы асырдан кейін енді қарын шорылдайды, не қылады, ол кісілер оразадан аузы үзілмеген адамдар ғой жалпы. Сол қызметшісіне айтады дейді, бір ауызашарға жақсы бір тамақ істеш дейді да, бір нәпсінің бір несін берейік дейді ғой енді. Қызметші ұстаз айтты ғой деп, ой жарықты жаңа сорпағында дайындайды, анан керемет қылып тамақ дайындап жатса, шамның уақытысы жақындап қалған кезде есікті қағады дейді біреу. Сөйтіп ашық қалса есікті ар жағынан бір жесір әйел келіп тұр дейді, бірнеше қыздарын жетектетіп. Осы үйден тамақтың иісі шығып жатыр деп айтады дейді. Ойбай, не істеймін дейді ғой енді, ұстаз не дейді, мынау не болады? Жақсы дейді, мына балашаң бәріне ме? Бәріне дейді. Ана істеп жатқан тамақты түгелімен алып беріп жібереді ғой. Аллаға тәуекел дейді. Бір кезде бағана тамақтың иісі шықпайды, ұстаз келіп жатыр, Хасан Басри. Қызметші, не болып жатыр? Тамақтың иісі шықпай қалды десе, ұстаз жаңа бізден де мұқтаж бір кісілер тамаққа мұқтаж келіп тұр екен, соларға беріп жібердім, Аллаға тәуекел етіп дейді ғой. Сен жын ана өзі ауызашарда тамақ жоқ десе қырып жібересің ғой негізі. Кешігіп қалса не қып. Сен қызықсың дейді де. Әдейі саған тапсырма беріп істетіп жатырмын ғой ол тамақты мен. Осылай бәрін беріп жіберген, тәуекелің мықты шығар деп айтады дейді Құдайға. Бірақ даналық та керек қой, адамға жартысын алып жартысын бермейсің ба дейді, кішкентай бір ауызашатын бірдеңе қалдырмайсың ба деп айқайлап жатса есік қағып тұр дейді тағы. Сөйтсе, көрші үйдегі ұстаздың шәкірттерінің бірі бүгін ұстаз аузын бекіткен шығар деп тамақ беріп жіберді дейді, деп тамақпен. Сонда жаңа қызметшісі, ұстаз, көрдіңіз ба, тамақ келді деп айтады дейді. Ұстаз енді не айтарын білмеген ғой жаңа. Ұстазға айтады дейді, ұстаз, сізде білім мен хикмет, даналық көп шығар деп айтады дейді. Бірақ Аллаға тәуекел жоқ екен деп айтады дейді. Мен Аллаға тәуекел етіп бердім дейді. Алла бізге одан да қайырлысын әкеліп берді дейді. Мен істеген тамағымдан да күшті екен мынау дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан мына аузымызды бекіттік. Сонда Хасан Басри рахмаллахтың айтқан сөзі ғой, қызметшім, сенен оза алмай өмірден өтетін болдық қой деп айтқан екен.